қадірменді ұстаздар, колледж парламентінің кезекті президентінің сайлауы өтіп, 7 үміткер додаға түсіп, колледж жастары еліміздің болашағын тұтқасын ұстайтын саналы, парасатты студентіміз Тортай Әділет Асылханұлын таңдағаны белгілі болды. Тортай Әділет Асылханұлы, Оңтүстік Қазақстан индустриялды-инновациялық колледжінің жастар ісі жөніндегі парламент президентінің қызметіне кірісер алдын киелі білім шаңырағының ішкі тәртібі мен ережелерін сақтай отырып, жастар ұйымының жұмысын жоспарлы түрде дамытуға, білім деңгейі мен колледждің қоғамдық жұмыстары және де спорттық сауықтар жұмыстарын перспективалық жоспармен дамытуға, жастардың бойына инновациямен қатар ғылымды қатар алып жүруге, World Skills чемпионатын дамуына, колледжіміздің қоғамдық жұмыстары дамуына үлесімді қосамын. Колледждің қарамағындағы саналы ұрпақ клубының жұмысын, парасаттық мектептің жұмысын ұйымдастыруға, жас сарбаздар клубының жұмыстарын дамытуға, еріктілер тобымен қайырымдылық істерді орындауға, колледжімізге адал қызмет етуге ант етемін.